Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 3-3-тен комбинациялар нұсқасы. Сабағымыздың мақсаты қоршаған орта заттарын 3-3-тен комбинациясының нұсқаларын құрастыруды үйрену. Нөмірі 1 мысал, себетте қызыл және көк алмалар бар. Егер 2 алма алынса, олар қандай түсті алма болуы мүмкін? Егер 3 алма алынса ше. Себетте қызыл және көк алмалар бар. Енді егерде себеттен 2 алманы бірден алатын болсақ, олар қандай түсті болуы мүмкін дейді. Яғни екеуі де қызыл түсті болуы мүмкін, немесе екеуі де көк түсті болуы мүмкін, немесе біреуі көк, біреуі қызыл түсті алма болуы мүмкін. Ал енді егерде бірден 3 алма алатын болсақ, алма үшеуі де көк болуы мүмкін. Немесе үшеуі де қызыл болуы мүмкін, Немесе біреуі қызыл, екеуі көк болуы мүмкін. Немесе біреуі көк, екеуі қызыл болуы мүмкін, Себетте қызыл, көк, сары алмалар бар. Егер 3 алма алынса, олар қандай түсті алма болуы мүмкін? Осындай түстегі дөңгелек заттарды алып, барлық мүмкін нұсқаларды қой. Біз қазір осы мүмкін болатын нұсқаларды жасап көрейік. Бізде қызыл, көк және сары 3 түс, Мысалы, бірден алғанда 3 алмада қызыл түсті болуы мүмкін. Немесе үшеуі де сары түсті болуы мүмкін. Немесе үшеуі де көк түсті болуы мүмкін, Осындай мүмкін болатын нұсқалар. Тағы да, немесе біреуі көк, біреуі сары және біреуі қызыл түсті болуы мүмкін, Бізде неше комбинация шықты? Әзірге 1, 2, 3, 4 комбинация шықты, Мысалы, 2 алмамыз қызыл түсті болып, біреуі сары түсті болуы мүмкін. Немесе екеуі сары түсті болып, біреуі қызыл түсті болуы мүмкін. Немесе біреуі қызыл түсті болып, екеуі көк түсті болуы мүмкін. Немесе екеуі көк түсті болып, біреуі сары түсті болуы мүмкін, Сонымен бізде шамамен қанша? 5, 6, 7, 8 комбинация шықты, Тағы қандай құрастыруға болады? Нөмірі 3 мысал, саябаққа 15 қайың және 24 жөке ағашы отырғызылды. Оның 13-і суғарылды және суғарылмаған неше ағаш қалды? Бірінші қоятын сұрақ, бұл есеп не туралы, Осы сұрақтарды не үшін қоямыз? Яғни есепте ары қарай есептің шартын дұрыс жазу үшін және оған дұрыс шешуін табу үшін осы сұрақтарды қоямыз. Мысалы, есеп не туралы? Саябаққа ағаштар отырғызылғаны жайлы, және олар суарылғаны жайлы, осылар жайлы, Енді екінші сұрақ, не белгілі? Бізге не белгілі? 15 қайың және 24 жөке отырғызылғаны белгілі, және оның 13-і суарылғаны белгілі. Енді нені табу керек? Нені табу керек? Суғарылмаған неше ағаш қалды? Соны табу керек. Енді осы ақпараттарға сүйеніп отырып, біз қазір есептің шартын жазамыз. Және есеп не туралы дедік? Отырғызылды, суарылды, Яғни шартына жазамыз. Отырғызылды, бізге белгілі ақпарат 15 қайың және 24 жөке. Және суғарылды 13 ағаш,
және бізге нені табу керек? Енді қанша суарылмаған ағаш қалды. Осыны табу керек. Енді бұл есепте ең бірінші нені табуымыз керек? Саябаққа барлығы қанша ағаш отырғызылғанын табу керек, е? Сондықтан 15 пен 24-ті қосамыз. Тең болады 39. Яғни барлығы 39 ағаш отырғызылған екен. Енді оның 13-і суарылды. Яғни барлық ағаш емес, тек қана 13-і. Яғни 39-дан 13-ті азайтамыз, е? Тең болады 26. Сонда бізге әлі 26 ағаш суару керек екен, е? Жауабы суарылмаған 26 ағаш қалды. Міне осы негізгі 3 сұрақты қоя отырып, біз есептің шартын дұрыс жазып, шешуін дұрыс таба аламыз. Тиімді тәсілмен есепте. Бізде өрнек берілген, енді осы өрнекті тиімді тәсілмен есептейік. Біз білеміз, қосудың терімділік қасиеті бар. Яғни біз кез келген қосылғышты орындармен ауыстырып, қосуды орындай аламыз. Бұл жерде біз 15 пен 35-ті қосып алып, содан кейін барып 12-ні қоссақ болады. Неге? Өйткені біз көріп тұрмыз, бірліктері 5-ке тең. Яғни 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең. Яғни мына екі санның қосындысы толық 10-дық болатыны бізге белгілі болып тұр. Сондықтан біз бірінші 15-ке 35-ті қосып аламыз да, оған шыққан мәнге 12-ні қосамыз. 35-ке 15-ті қосатын болсақ, 50 болады, е? 50-ге 12-ні қоссақ, 62. Бұл жерде біз ең бірінші азайтуды орындап алып, содан кейін барып қоссақ болады. Неге? Өйткені біз білеміз, 6-дан 6-ны азайтсақ, 0-ге тең болатыны, яғни бірліктерде қарап отырмыз. Сондықтан бұл жерде бізде толық 10-дық шығады. Яғни бізге арғай қосуды орындау жеңіл болады деген сөз. Сондықтан ең бірінші 26-дан 16-ны алып аламыз да, оған 34-ті қосамыз. 26-дан 16-ны алсақ, 10 болады, е? 10-ға 34-ті қоссақ, тең болады 44. Бұл жерде балалар естерінде ма? Осындай өрнекті орындаған кезде біз мына қосылғыштарды кезек-кезек, мысалы бірінші қосылғыштан санды азайтып алып, содан кейін мына екінші қосылғышты қосуға болар еді. Немесе екінші қосылғыштан санды азайтып, бірінші қосылғышты қосуға болады, е? Біздің жағдайда біз екінші қосылғышты таңдаймыз. Себебі 5-тен 5-ті азайтқан кезде, яғни бірліктерді азайтқан кезде 0-ге тең болады, яғни бұл жерде толық 10-дық шығады. Сондықтан 60 қосу дейміз де, 35 алынған 15. 35-тен 15-ті азайтсақ, тең болады 20. 60-қа 20-ны қоссақ, 80. Нөмірі 5-ші мысал баған түрінде жазып есепте. 35 пен 65-ның қосындысы. 5-ті бірліктерден бастап қосуды орындаймыз. 5-ке 5-ті қосамыз 10, 0-ін жазамын 1-і. Ойда 10-дықтың үстіне жазамын, е? 3-ке 6-ны қосамын 9, ойымдағы мен 10. Бір қадым алдыға жылжып жазамын, өйткені 1 бізде 100-дік. Келесі. 100 пен 17-ның айырмасы. 0-ден 7-ні ала алмаймын, сондықтан 100-дікті сұраймын, яғни бұл жерде 9, 1, 10-дық, бұл жерде 10 болады, е? 10-нан 7-ні азайтамын 3, 9-дан 1-ді азайтамын 8. Келесі, 44 пен 26-ның қосындысы. Бірліктерден бастап қосуды орындаймыз. 4-ке 6-ны қосамын 10, 0-ін жазамын 1-і. Ойда 4-ке 2-ні қосамын 6, ойымдағымыз бен 7. Келесі 90 мен 25-тің айырмасы.
нөлден 5-ті алмаймын, 9-дан 1 ондық сұраймын. Бұл жерде 10 болды енді. 10-нан 5-ті азайтамын. 5. 1 ондық алғаннан кейін бізде 8 қалды. 8 ондық қалды. 8 ондықтан 2 ондықты азайтамыз. Тең болады 6. 90 мен 25-тің айырмасы 65-ке тең. Келесі 80 алынған 36. Нөлден 6-ны алмаймыз, сондықтан 8-ден 1 ондық сұрап аламын. 10-нан 6-ны азайтамын 4. Бұл жерде 7 қалды. 7-ден 3-ті азайтамыз 4. Келесі 100 бен 51-дің айырмасы. Бұл жерде дәл солай 100-дік сұрап аламыз. Бұл жерде 9 ондық, бұл жерде 10 бірлік. 10-нан 1-ді азайтамыз 9, 9-дан 5-ті азайтамыз